Сәлем достар, мінекей тегін сыйлық тарату контенті басталды. Қалай жағдайларың? Түсіріп жатсыңдар ма? Осындай контентті маған тіркеліңдер, көріп отырым, біразын тіркеліпсіңдер, қуаныштымын. Ал енді сұрақ қойыңдар, жазыңдар. Бүгінгі контент сыйлық тарату махаббат күніне арналған. Жақында махаббат күні өтті, өйткені көктем басталды. Ал көктемде білесіңдер, махаббат деген тақырып күшейе түседі. Әрине ол тек көктемде болмасын, ол барлығымыздың өмірімізде күнделікті болсын. Ол ең жақсы сезімдер. Махаббат деген тек қана бала мен қыздың ортасында емес, ол ата-ананың арасында ата-анаға деген махаббат, отанға деген махаббат, әрқайсының өзінің хайуанаттары болса, үйде жүреді. Соған деген махаббат, бәрі махаббатқа кеп тіреледі. Махаббат деген ол жақсы нәрсе. Енді мына қыз бен жігітті қараңдар. Өздері стильный, модный, шікірейіп киініп алған, бір-біріне сыйлық таратып жатыр. Себебі сыйлық Тока-бока платформасында тегін беріледі. Барлығыңды алдыңдар ма осындай сыйлықты? Мына жігіт тіпті үйленгелі жатыр. Сақина сатып алып, сақина сыйлап жатыр. Бақытты болыңдар. Екеуі әдемі пара екен. Мына екі пара уже давно үйленіп қойған. Келіншегінің аяғы ауыр екен. Өзі бір знаменитый бір әнші ма, актер жігіт па, сондай жігіт ау. Түріне қарасаң, стильный, модный әнші шамасы. Өйткені құлағында наушник, қолында гитара. Точно. Бұл әнші жігіт. Атақты әнші жігіт. Тока-бока платформасындағы әйгілі әнші жігіт. Аташка мен әжеке тоже бір-біріне сыйлық сыйлап жатыр. Айттым ғой жаңағында, махаббат ешнәрсеге қарамайды. Ол ата мен әжелердің ортасында да болады. Бұл сыйласты, бұл көңіл көтеру, сыйлық деген ол барлық адамның көңілін көтереді. Сендер жақсы көресіңдер ма сыйлықты? Жазып беріңдер, жазсаңдар, мен де сыйлық берем сендерге. Қызыға, барлық осы Тока-боканың ішіндегі кейіпкерлер кәдімгі адамдардың өмірін көрсетеді. Осы платформада отырып, контент түсіріп, түсіне бастайсың. Барлығымыз қазір онлайнда жүр екенбіз. Онлайннан табыс табуға кірісіппіз бәріміз. Сондықтан да онлайнның осындай ойын платформаларына кіріп алып, барлығымызды үйреніп, бір-бірімізден үйренейік. Өйткені референсті біз бір-бірімізден аламыз. Күніне уақытты босқа өткізіп, кез келген контенттерді, видеоларды көре бергенше, ойымызды түйіп, бір контентке тоқтайық. Мен өз контентімді ұсынамын, осы Тока-бока платформасы. Ойынның түрлері көп. Маған Тока-бокадан басқа Аватар ойын ұнайды. Аватар World деген ойын бар. Онда кейіпкерлер өте әдемі, қимыл әрекеттері кәдімгі мына Тока-бокаға қарағанда мультфильмдегідей, Disney мультфильмдегідей әдемі қимылдайды. Сондықтан ол ойынды жақсы көремін. Әрине бұл ойындарды мен бостан-босқа ойнамаймын. Мен міндетті түрде ойнап отырып, өзіме мықты қызық контентті түсірем. Бұл контентті мінекей қазір өздеріңіз көріп отырсыңдар бәрі. Қараңдар. Мермейд өзінің киімін долфинға беріп жіберді. Жарасады екен. Екеуі де әдемгі серік екен бір-біріне. Тіпті мына жерде астронавттар да бір-біріне сыйлық сыйлап жатыр. О, махаббат деген қандай нәрсе. Ол ешнәрсеге қарамайды. Бүгін Тока-бокада махаббат күні. Махаббат сыйлықтары.
барлықтарыңды осы махаббат күнімен құттықтаймын. Өте жақсы қызықты өтсін. Бір-бірлеріңе сезімдерің мықты болу керек. Бір-бірлерімізді алдамай, ашық, анық сезімімізді білдіріп, таза махаббатта болайық. Әзір керемет осындай көктемнің күнінде барлық жерде гүл-гүлдеп жатқан кезде бұл өте қызықты тақырып. Бұл махаббат тақырыбын бүкіл әлем, бүкіл дүние жүзі түсіріп көрсетеді. Осындай контенттерге қарап отырып, дүние жүзінің махаббатқа деген, бір-біріне деген отношение дейді ғой, соларды көре бастайсың. Өте қызық. Мен жақсы көремін бақылағанда. Адамдарды бақылағанда, табиғатты бақылағанда, сендерге де соны ұсынамын. Енді мынау Аватардың красавицалары, сұлулары. Бұл фильмнен кеп тегін сыйлық алған үшін комплимент айтып, ырза болып кетіп жатыр. Бұл фильмларға өңшең үй жануарлары, күң битіктерді, мысық пен күшіктерді сыйлап жатыр. Оларды жақсы көреді екен сыйлық алғанды. Аватардың кейіпкерлері көбінесе осындай үй жануарларын жақсы көреді. Мынау менің ойымша, ұмытпасам, Аватардағы кинорежиссер мадам. Бұл мадам мықты кинолар түсіреді Голливудский. Так что көріп отырыңдар. Менің ойымша, осы контент арқылы бір-бірімізден үйреніп, танысып, сұрақтарымызды қойып, референт алып, бір-бірімізге білгенімізді үйретіп отырамыз. Ал менің ұсынатыным, мен өте осы контент түсіруді, мультфильмді жақсы көріп, сондықтан жақсылап игеріп алдым. Әрі қарай да игере берем. Бәрін білемді айта алмаймын, бірақ білуге күнделікті үйреніп жүрмін. Егер менің контентім ұнаса, тіркеліңдер. Мен көріп тұрмын, көпсі тіркеліп жатыр, бірақ сұрақ қоюға ұялады екен. Әлде тек қана смайлик пен жібере ма? Давайте, достар. Пока-пока, достар. Смайлик емес, смайлик те жақсы, бірақ сөйлесейік. Тілімізді ширатайық. Әйтпесе, сөйлесудің не екенін ұмытатын болып. Смайлик жіберіңдер. Ха. Қызыға. Мінекей, мәрмет пенен жолпен қалған сыйлықтарын көрсетіп, полкілеріндегі шақырып жатыр.